2006 жылы тап сол күзде біздің театрға Жұмат Шанин театрдың директоры әрі көркемдік жетекші болып келді. Біздің Жұмекеннің мінезі деген жігіттей ақылдылығы, парасаттылығы, көркем өнерді сүюі, өнерпаздарды тартуы барлығы өз бойынан табылып жатты. Жұмекен келе салысыменен ай танысайық, білсек демей дереу іске кірісіп кетті. Жұмекен көп іздедім, көп оқитын кісі еді ғой жаныдық. Әрістер жиналамыз, келіңдер айналайын. Қыздар, жігіттер. Келесіңдер. Келіңдер. Қалыңыз қалай ма? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы аға, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, жақсы. Келіңдер, отырыңдар.
сен келесіде өтеміз, және ма? Konuşacaklar falan. Oyunun bugün Енді ол адам ойнау оңай емес қой. Ата, енді қалай шықса? Келіңіз. Ал, демалды. Ағай, жұмыс ішінде? Онда. Жасына деп алып жаттап келдік, және ма? Ата, ешке! Geçmedi, gözüm geçti. Намазың зағай! Біз әлі Қазақстан театрын бүкіл әлемге паш етеміз. Бүкіл әлем бізді танитын болды. Иә. Ата, 1929 жылы Астана Қызылордадан Алматыға көшіп келдік. Театрға Қанбек Байсейітов, Манарбек Ершан, Қаскен Бәйісов, Күләш пен Бейші Шара жұмысқа қабылдады. Осы ата бірдеңе болса тіке қырғыз ағайынға кетем деп шығады екенсіз. Тағы бірде коллективте үлкен дау туды дейді. Сол кезде не болды ата? Қашқаным жоқ. Кетуге сан қалған. Ойықтан бірінет көре алмайтындан. Ой, сен қазақтың сұлу қызына үйлендің. Бай қызына үйлендің. Ажырасуымен деді ғой. Өзімнің сүйіп қосылған қазақтың қызынан неге ажырасуым керек? Міне, сол кезде мен шарт кеттім ғой. Сендерді қарақан бастарыңсың. Айрандай болған семьяңнан ажырасайым жоқ. Ойымда жоқ. Шақтай! Жинап, кетеміз. Жұмқырған театрдың бәрісінге жөнсін деген адамдарының артай табаған несі. Екене адам, ішіне пана алып жүргеніне басқа. Күйсіз ұлтымыздың өнерін ұйбай жүргеніміз бұлардың қаперіне келмейді auswär. Жоқ, мен үйім жоқ дедім. Жоқ, мен күйім жоқ дедім ба? Еще. Байтын сұлуын үйленіп, сеңкілдеп жүргенім бақшты. Мен үйленсем, өзімнің қазағымның қызына үйленіп. Мен сүйген Шара, мен сүйген Шақтай. Сіздің пердетсе, қарғыз еліне тартам
kestirdik. Сен астамада бізді сүйемелеп отыра ма? Шара, миымыз ашты дейді. Прикинь, балерина дегенше олар кесірмен білейін. Иә, кесірмен білейін. Тазай сабалаш, бақайының ішімен көмілі құса. Бұлай! Сонда мына жұрттың бәрі соған жалмай қарап отыра ма? Қарамағанда несің? Сенің ана сырттай жалаң істегеніңді көруге. Мына халық билет сатып алып келіп отыр. Шара, киіміңді шеш. Сырттай жалаң аш. Бұлай! Билет көрмені ашы. Жаңа опера. Бәрін басынан бастау керек. Шақтай, жиырма кетеміз. Кеше маған жалашан қыштарында қарап, сол арақ дөкей бола берсін. Еліміздің бір әртісі, атақты әншісі, керемет режиссері емессің бе? Ақылға берсеңші күшін. Құдасыңызға білемін демейсің бе? Бұры көр. Үй, достым. Ашудан нешесі өзгермейді. Ашуның баған бір құрмаш. Қанша ашудан бір десем де, кешегі оқиға қанымды басыма шаптырып қояр емес. Ашудан нешесі өзгермейді. Марқұм жолдаспен жалдырын кеп отырғасы дейші. Шүкір болған сендер ғана. Көрдік бір қалмады. Ол арадай қалады емес пе? Кетсең. Я болмаса шарамен ашарыз. Менің сонда қайда кетуім керек, айтшы. Қайда кетуім керек? Ашуланған ешесі өзгермейді ол. Білесіңіз бе? Екеуміз алғаш жолыққанда, сіз маған келгеніңізде, қандай жағдай туса да жұрт ішінде болды едіңіз. Ене, өзіңіз елден кетеміз. Бір-екі ала көз ұшпан бола, елімізді жұртымызды тастай қашқанымыз қалай болар екен? Бәлкім оларға осы керек шығар. Сіздің театрда бір болып жүргеніңізді көре алмаймын. Менің сізге жар болып жүргенімді, іштерде сыйғыз алмайтын шытарларға жем болмаймыз бұл Құреке. Оның бізге жаңа театр құрылады. Соған сіз басшылық етесіз. Елімізді, жұртымызды тастай қашқанымыз қалай болар екен Құреке? Құреке, кетпейміз. Қиналғанда жүрегімнің жанынан қалды. Қуанғанда жүрегімнің себептерін айналайын. Осы сөздерді көрсетші. Оның несіне аласың? Әкөлігің сүйсе, өзінің сүйген жағын. Қазақтың қызын, бала жүрегімен сүйіп тұрған жоқ.
Bizde de öneri var. Bizde de elem şortundayım. Hediyet var. Tamam dedik. Al, tutulun. Sultanbek Paşa'm. Sen de özünün oyun beklemekten. Ya, hele kana hırs etmez. Talay gündür, dayın da saya gitmiyor. Halgama beyikmez görüplerge, Kazaktın önerimin tam alındığınızda. Rizan, bravo! Anlar Mırzalar, bugün toy dep bileyim. Kazak önerimin toy, kene, ben! Temirbek Şürgenov, Nazir Törequl, Sultanbek Qo'janov Sovet hukumatine opasızlık жасағандар үшін ату жазасына кесілсін. Stalin. Осы декадада Жұматшани НКВД-ның тергеуінде 4 ай түрмеде аяқ қолы сындырылып жазықсыз таяқ жеп жатты. Сосын ашылды. Ой, ол кісі деген қазақ театрының директоры әрі режиссер емес пе? Сіздер қалай үндемей отырдыңыздар, қалай шыдап отырдыңыздар, ата? Бұл күндерді еске алсам, көзімнен жасым парлап жылағым келеді. Қайтейін, тірі адам тіршілігін жасайды екен да. Москвадағы омудық дегададан кейін Жұматшаның халық жауы атанып ұсталып кетті. Ол мен үшін де, коллектив үшін де үлкен қарғы соққы болды. Өйткені ол кісі менің режиссер одағы тұңғыш ұстазым еді ол. Bir günde çok bakmetön kaldı da basıma kara buluttan körüp dur. Beni atıp tasaydı. Japon şpiyonu Türk'ün patriarkısı değil mi? Özümde tüsün bıyladım. Japon kayda, Türk kayda, ben kayda. Zorluk, oruk sokup şala. Haydi şalayı. Kurmanbek, öner жолында артымнан ерген ақжүрек аңғал інімсің. Өзіңді сақта, сөзіңді сақта, көзіңді сақта, Құрманбек. Сен керексің, өзіңді сақта, Құрманбек. Sultanbek Paşa'm. Akşam çıkarlar. Kırana çıkar. Aytayım sana bey. Kurmanbek, Alihan Mukayhan,
осы біздің түбімізге жетіп жатқан. Ағай берен бірлерім, я бірім, қиналған балыңды қолдай көр, қорғау көр. Бабандек, көтер басыңды. Тұр орныңнан. Жала, арыз, өнер жолында бәрі кездеседі. Бойыма, жасыма, тұр орныңнан. Сен қазақ еліне, қазақ өнеріне керек азаматсың. Көтер басыңды. Көтер Құрбанбек, тұр орныңнан. Ата! Қолдай көр, ата! Қиналған балаңды қолдай көр. Ата! Осы суларды, қанды суларды кесіп келем, ата! 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 Қолдай көр, ата! Голошокин Сталинге жазған хатында мына қазақтың интеллигенциясы өте күшті, қауіпті. Бұларға теңдік беріп қойсақ бәрінен айырылып қаламыз дейді. Сондықтан да Сталиндік Голошокиндік саясат бірінші қазақтың интеллигенциясын атып құртып, қазақтың малын тартып алып, қажатты аштықта қырды. Бір жылдан соң бұл төртеуі де қапта қаза тапты. Қайран ерлер-ай, қайран аталарым-ай! Қайран, қайран! Ата, 1937 жылы Күләш, Қанбек Байсейітов, сіз халық жауы деп жала жабылған Бейімбет Майлиннің жалбыршуға операларын сахналаудан бас тартамыз деп хат жаздыңыздар. Сол рас па ата? Рас па? Жоқ. Жоқ, тағайтам жоқ. Оны НКВД-дің жендеттері әдейімізді қорықты бүркітіп қол қойғызып алған. Би ағамның аруағын алдында ятқа қалдық. Айналайын би аға, кешіре көр олымды. Осыны ұйымдастырған опасыздарға әлге дейін лағынет айтып келемін. О, қазағын сатпаңдар өз өзіңді, өлтірме қазақ деген өзегіңді. Асылдарың барады шейіт болып, молаң жатыр әнім айып толып. Жан пида еткендер ұрпақ үшін бір болайық ағайындылық болып, аманат қалдырайық кейінгіге, мәңгілік от өшпейтін ұлт болып. Шарапаны сүйдіңіз, сүйіктіңіздің даңқын асырдыңыз. Ал бірде онымен кейін ажырастыңыз, кейін отбасыңыз быт-шыт болып, оған кімді кінәлайсыз? Кім кінәлі оған? Шара, Шәкітай.
басқаны да ешкімді кінәламаймын. Өйткені ол менің тағдырым. Шараменен соғыс жылдары дастарханымыз бөлінді. Кім біледі, араға шайтан түскен шығар. Ол кезде менің жасым 38-де, ол баяғы қайран 25 емес. Оның үстіне бұрынғыдай қыз баласына жуыса кету мінезі де жоқ. Сөйтіп жүргенде Шолпанға жолықтым ғой. Шолпан. Ұйықтаяқан кезде қыздың сорақысында әке барым, шеше барым кету үшін ұмытып, ақтасын сол қуанған. Шолпан ол кезде театр училищесін жаңадан бітіріп берген кезі. Халид Мүсіреповтің Ақан сері Ақ доқты спектаклінде Ақ доқты рөлін тамаша керемет сомдап шықты. Біздің Шолпанның Ақ доқтысы 100 жылда да қайталанбайтын образ еді. Екеуі ажырасып кетті. Шараның алдында менің ешқандай да кінәм жоқ. Ол кісінің адамгершілігін, өнерін, жасының үлкендігін сыйлаймын. Ал Құлекен болса, жаны тап-таза, арамдықты сезбейтін нағыз қазақ еді. Айтпақшы, бір қызығын айтайын. Құлекен айлығын ала сала, қалтасында бір тиын қалдырмай жұмсап жібереді. Құлекен, мұныңыз не десем? Жастардың көңілін қимадым. Қалағандарын шашып жесін, қазағымның балдары ғой деймін тұршы. Иә, негізінде оңтүстіктің топырағы құнарлы ғой. Сондықтан деген адамдары өте дарынды болып келеді. Құлекен маған. Әй Шолпан, оңтүстіктен талай әншінің көкесі шығады. Әлі көресің деші. Әй Шолпан, оңтүстіктен талай әншінің көкесі шығады. Әлі көресің. Әй Шолпан, оңтүстіктен талай әншінің көкесі шығады. Көресің. Иә.
Ата, сонау Жетісайда сіздің атыңызда кәсіби театр бар. Соның негізін қалауда сіздің еңбегіңіз орасан зор дейді, солай ма? Жетісай. Иә, есімде. Сол бір жігіт көмек сұрай келіп еді. Иә, есімде. Неткен ария. Және тап осы арияны жетісайлықтарға орынды тап. Жетісай
Күн адамдары, күннің адамдары, күн сүйген адамдар. Құрманбек, не көрмеген басың?